жоқ деп айтуды үйренгенім туралы. Мен әрқашан сабақтан бірінші орында болатынмын және мен сыныптастарым бұл туралы білетін. Сол үшін де олар менен көп көмек сұрайтын және мен қарсы болмадым, тіпті қуана көмектесетінмін. Кейде олар менен көшіруді, үй жұмысын көшіруді немесе БЖБ кезінде көмектесуді сұрайтын. Және мен келісетінмін. Себебі мен достарға көмектесу керек деп ойлайтын, бірақ сыныптастар мені дос деп санамайтын. Менің сыныбымда бірнеше достар компаниясы болатын және олар көп уақыт бірге өткізетін. Бірақ мені ешқандай сабақ кешке шақырмайтын. Бұл мені қатты қапаландыратын. Себебі мектепте сыныптың жартысы менен күн сайын көмек сұрайтын, ал содан кейін олар жоғалып кетіп, тіпті менімен сөйлеспейтін. Кейде олар маған күннің соңына дейін үй жұмыстарын жасауды өтініп, сосын достарымен қыдыруға кетіп қалатын. Ал топтық жұмыстар кезінде болса, барлығы менімен бірге бір топта болғысы келетін. Бірақ олар ештеңе істемейтін және де мен барлық жұмысты олар үшін істейтінмін. Бірақ олар менің жұмыстарымның арқасында өте жақсы баға алатын. Мен оқушыларға көмектесуді жалғастыра бердім, себебі мен оларды менің жұмысымды, мейірімділігімді бір күні бағалайды деп ойлайтынмын. Бірақ бұл болған жоқ. Шынымды айтсам, барлығы бұрынғыдай керісінше болды. Сыныптастарым менімен өте аз сөйлесетін. Мен өзімді көрінбейтін адам сезіне бастадым. Сонда егер мен өзімнің ойымды оларға дұрыс жеткізсем, олар мені түсіне алатын шығар деп ойладым. Сол себепті менен ең танымал оқушы Джек көмек сұрағанда, мен қараш Джек, менің ойымша саған өз үй жұмысыңды өзің істеп көруің керек, себебі бүгін мен уақытым жоқ, дедім. Мен бұны жүзеге асады деп ойладым, бірақ Джек менің оған үй жұмысын істеуді, көмектесуді талап ете бастап, қойшы Клара, бұндай өзімшіл болмашы, біз доспыз ғой, дұрыс па, деді. Мен келіспей десем де олар басқа оқушылар үшін үй жұмысын істеп бердім. Мен оқушыларға жоқ дейін десем де қолымнан келмеді. Себебі олар өздеріне сенімді болатын, ал мен болсам тыныш және ұялшақ болатынмын. Және мен мұғалімге ешқашан шағымданбайтынмын. Мен өзімшіл, шағымшы деп ойламау үшін ешқандай мұғалімге ештеңе демейтінмін. Сол үшін біреудің жұмысын істеуді жалғастыратынмын. Бір күні мұғалім бізге жұптық тапсырма берді және әрине Джек лезде қолын көтерді менімен бір топта болу үшін. Джек менің барлығын ол үшін істейтініне сенімді болғандықтан. Сол үшін ол менімен тіпті тапсырма туралы сөйлескен де жоқ. Бірақ бұл жолы мен барлық жұмысты өзім істемеймін. Мен басқа да проекттермен әуре болатынмын. Бұл тапсырма жұптық етін. Сол үшін мен Джекке хабарлама жазып жібердім. Осылай істеген дұрыс болды деп ойлаймын. Хабарламада мен оған сен жұмыстың жартысын істеуің керек, себебі мен оны жалғыз істей алмаймын деп жазып жібердім. Ол окей деп жауап берді. Және мен өте бақытты болдым, бірақ бұл жалған болып шықты. Себебі келесі күні Джек маған келіп, менің қолым бос емес және жоба мен жұмыс жасай алмаймын, сен көмектесе аласың ба, деді. Алдымен мен келіспедім. Джек, мен де қолым бос емес, бірақ ол жалына бастады. Өтінемін деп мен жауап берер кезде ол сөзді қайталай берді. Сол үшін мен келістім қайттан. Сосын мен әлеуметтік желіде Джектің сауық кеште түскен суреттерін көрдім. Бұл уақытта мен өзімнің мұғалімге беру керек жобамыздың жартысын бітірген болатын. Мен Джекке оның бұлай істеген дұрыс емес екенін және оның өзі жобаның жартысын істеу керек екенін жазып жібердім. Сосын өзімнің жартылай істеген проектімді жібердім. Ол хабарламаны оқыды, бірақ жауап бермеді. Дүйсенбі болды және ол маған кешір, мен проектті үлгермедім, сен оны өзің бітіре аласың ба, деді. Менің шынымен де келіскім келді, бірақ батылдығымды жинап жоқ дедім. Джек қайттан менің уәде бергенімді және бұл әділетсіздік екенін айта бастады. Мен қорықсам да бірақ бас тарттым. Ол ашуланып маған жаман сөздер айта бастады. Мен қайттан жоқ дедім. Сосын ол, онда біз жобадан жаман баға аламыз, егер сен оны бітірмесең, деді. Ал мен болсам я деп жауап бердім. Джек кетер кезінде қайттан менің жобаны бітіруім керек екенін айтты. Сейсенбі болды және мен өзімнің ұстанымдарыма байланысты Джектің жобаның жартысын істемедім, бірақ ол мен істегеніме сенімді болды. Өзім де оны неге
олай сенімді екенін түсінбедім, себебі мен оған өте көп рет жоқ дедім емес пе. Мен өзімнің жобамның жартысын сипаттай бердім, ал Джек өз партасында өте қобалжып отырды. Мен енді Джек өзінің жарты жобасын сипаттап береді дедім. Ол тақтаға шығып бір нәрсені күбірлеп айтты. Мұғалім оған қатал қарап тұрды, ал басқа оқушылар болса тіпті күле бастады. Бізге мұғалім 2 деген баға қойып берді, бірақ бұл бұған тұрарлық еді, себебі мен басқаларға жоқ деуді үйрендім. Джек маған өте қатты ашулы болды, бірақ кейбір оқушылар болса, маған жағындап бұл күшті болды деп жатты. Олар менің бұны істегенімді түсінді. Көбісіне Джек ұнамапты, себебі ол үркекірек және менмен адам етін. Осыдан кейін маған басқалардың өтінішінен бас тарту өте оңай болды. Мен тек қана менің еңбегімді бағалайтын және оларға көмектестім. Міне достар, осылай менің оқиғам аяқталды. Бұл